44-ші бет 119-ші есеп. Әлия 2 самса мен тәтті нанға 230 теңге төледі. Мәншүк 6 самса мен тәтті нанға 470 теңге төледі де 2 самсаны Назымға берді. Назым Мәншүкке қанша теңге қайтару керек? Яғни Әлия 2 самса сатып алған және тәтті нан сатып алған. Ол үшін 230 теңге төлеген. Одан кейін Назым 6 самса сатып алғанда тәтті нан сатып алған. Оған 470 теңге төлеген. Сатып алғаннан кейін оның өзінің 6 самсасының екеуін Мәншүк Назымға берген. Енді бізге қойылған сұрақ. Назым Мәншүкке қанша теңге қайтару керек? Яғни, осы 2 самсаның бағасы қанша деген сөз. Бұны шығару үшін алдымен келісіп алайық. Айнымалыларды атап өтейік. X деп самсаны белгілейміз. Бір самса бізде X болсын. Y деп тәтті нанды белгілейік. Енді алдымызда Әлияның не сатып алғанын қарастырайық. Әлия 2 самса мен тәтті нан сатып алған. Ол дегеніміз 2x және y. 2x қосылған y тең болады 230 деген сөз. Ал Мәншүк не сатып алған? Мәншүк қатарында 6x пен 1 y сатып алған. Яғни 6 самса мен 1 тәтті нан сатып алған. Ол үшін ол 470 теңге төлеген. Енді бұл жерде бізде 2 айнымалылығы бар, 2 теңдеу берілген. Осыған байланысты біздер x-тің мәнін қалай таба аламыз? X пен y-дың мәнін қалай таба аламыз? Мен y деп отырған әріпім бұл қазақша айтқанда u деген әріпті ағылшынша y деп оқылады. Сондықтан мен y деп айтып отырмын. Енді бірінші теңдеуге қарайық. 2x қосылған y тең болады 230. Осы жерден y-ды өрнектейік. Яғни y-ды бір жаққа қалдырайық, ал қалған нәрселердің барлығын теңдіктің оң жағына қарай шығарайық. Сонда теңдіктің сол жағында бізде y қалады, ал оң жағында 230 азайтылған 2x болады. Енді ол дегеніміз бізде бір тәтті нанның бағасы ол 230 азайтылған 2 самсаның бағасы деген сөз. Бұлай ойлап қарасаңыздар, Әлия 2 самса мен 1 тәтті нан сатып алды. Ол үшін дүкенге барғанда 230 теңге төледі. Енді ол сонда тәтті нанның бағасы қанша деген сөз? Тәтті нанның бағасы ол 230 теңгеден 2 самсаның бағасын алып тастағанға тең. Сондықтан біздің y ол 230 азайтылған 2x деген сөз. Ал енді осы y-ымызды, яғни тәтті нанның бағасын екінші теңдеуге салайық. Бізде 6x қосылған y тең болады 470 деп тұр. Сол жердегі y-дың орнына біздер 230 азайтылған x деп жазып көрейік. Сонда бізде не шығады? Бізде 6x қосылған 230 азайтылған 2x шығады. Тең болады 470. Бұдан ары қарай не істей аламыз? Бұдан ары қарай әдеттегідей айнымалыларды бір бөлек, белгілерді екінші бөлек жинайық. Сонда бізде 6x теңдеудің сол жағында азайтылған 2x тең болады 470. Енді 230 теңдіктің сол жағында қосу белгісімен болғандықтан, ол теңдіктің сол жағына оң жағына барған кезде ол азайту белгісімен барады. Сонда 470 азайтылған 230 болады. Ары қарай 6x-тен 2x азайтқан кезде бұл 4x шығады. Ал теңдіктің сол оң жағында 470-тен 230 азайтылған кезде 240 шығады. Сонда x-тің мәні 240 бөлінген 4. Яғни x-міз 60-қа тең. Енді, сонда x деп біздер алғашында нені белгіледік? X деп біздер самсаның бағасын белгіледік. Ал енді бізге табу керек, есептің шарты бойынша біздер табу керегіміз Назым Мәншүкке қанша теңге қарыз?
яғни мәншүк назыма не берді? Мәншүк назыма 2 самса берді, яғни ол 2х берді. Енді осы 2х-тің бағасы қанша екен? Бізде 1х, яғни самсаның бағасы 60 теңге болса, 2 самсаның бағасы 120 теңге шығады. Яғни есебіміздің жауабы 120 болады.